Сәлем достар, сіздермен Гүлім. Бүгін сіздермен тәтті колбасаның рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай әрі тез, сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен печеньені видеодағыдай үгітіп аламыз, үстіне орех, какао салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Достар, сіздермен алдағы уақытта түрлі видео рецепттермен бөлісетін боламын, сондықтан да каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы массаның үстіне май қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте сгущенка құйып, тағы араластырамыз. Осымен біздің тәтті колбаскамыз дайын болды. Енді пищевая пленка алып, үстіне бірнеше қасық салатын боламыз. Ендігі кезекте видеодағыдай орайтын боламыз. Пішіні дәл колбаса сияқты орасаңыздар болады. Менде дәл осындай 3 дана шықты. Енді морозильникке 1 сағатқа қатырып қоямыз. 1 сағаттан соң турап дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Дәмі өте керемет, өзіме ұнады. Сіздерге де отбасыңызға да ұнайды деген сенімдемін. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.